Алла жолында үлкен артында қалатын уақып іс болғандықтан, Қысқасы, халықтың елдің игілігіне жарайтын, ұзақ уақыт бойы пайдасы сарқылмай жалғасып тұратын. Келесі ауданға дейін баратын аралықта бір жолды салып қойса, енді сол өз ауылының келесі өзінің артындағы өскелең ұрпаққа сол жолды уақып етіп қалдырып кетеді ғой. былай айтқанда, тау тастың арасындағы ауылға дейін жол салып жатыр. Осы жол салуда бір әдебі, оның былай айтқанда ниеті, Сауабы жалғасымды ретінде Алла жолында атап қой, уақып етіп қой деп пайғамбар айтқан екен. Ауылдың жолдары сын көтермейді ғой. Сол бір ауылға барып, бір 10 километр, 20 километр болса да, Мына жолда жатқан кедергі болған затты, тасты, тікенді болмаса тағы басқа зиян нәрсені алып тастау бұл өте сауапты іс екенін мен соны көрдім дейді. сол жағына қарата кішкене атсалысып отыр. Бұның бәрі жастардың түйсігінде артта ізгі амалғасын, сауап қалсын дегеннің бір жемісі деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз жол салудың сауабы. Яғни, білесіздер, дінімізде жол салу Алла жолында үлкен артында қалатын уақып іс болғандықтан, бұның қаншалықты маңыздылығы және де бұның жол салудың былай айтқанда әдептері, оның былай айтқанда ертең қиямет күнде өзіне баратын сауаптар турасында сөз қозғамақ боламыз. Бүгінгі осы тақырыпты тарқатып бізге айтып беретін рант мүшесі Қанат Жұмағұл ұстазымыз және де Жамбыл облысы бойынша уақып өкілі Есет Тұрдыбайұлы бауырымыз, уақып қорының өкілі. Олай болса, бірінші сұрақ өзіңізден басталады. Қанат ұстаз, осы дінімізде жол салудың қаншалықты ерекшелігі, яғни сауап тұрғысынан? Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля, ассаламу алейкум. Жалпы мына дінімізде садақатун жария деген түсінік бар. Яғни сауабы жалғасып тұратын, болмаса немесе жаңағы пайдасы жалғасып тұратын бір садақа деген түсінік бар, ұғым бар. Бұл садақа, яғни адам баласы осындай бір садақа жасаған жағдайда ол адамның артынан барып тұрады. Ертең күні бақилық болса, о дүниесіне, амал дәптеріне жазылып тұрады деген мағынада. Бұған енді қандай амалдар кіреді десе, бұған елге, халыққа пайдалы кез келген нысанды салу. Ол жаңағы аурухана болсын, мектеп болса, балабақша болса, мешіт болса, оқу орын кез келген, мысалы, университет болсын, мектеп болсын. Сол сияқты жол салу, көпір салу, бұның барлығы соған кіреді екен. Қысқасы, халықтың елдің игілігіне жарайтын, ұзақ уақыт бойы пайдасы сарқылмай жалғасып тұратын, және де сауабы да соған сай жалғасымды болған кез келген садақаны жалпы алған кезде бұны біз не деп атаймыз? Садақатун жария деп атайды екенбіз. Енді бұның бір жағынан мына уақып тақырыбына да кіретін жағы бар. Сондықтан да бұл да сол жаңағы уақыптың бір ұғымы болып есептеледі. Олай болса, енді Есет ұстаз, осы жерде сізге сұрақ, осы жол салуда елдер бірлесіп салып уақып ете ала ма? Бұл енді уақып дегенімізде біз тек қана бір ақшалай бір пайда түсіріп тұратын нәрсені ғана ойламауымыз керек. Бұл уақып деген кезде жалпы елге, халыққа пайдасын тигізетін затты айтамыз ғой. Енді бұл жол дегеніміз бұл адамның қажеттіліктерін өтеп беретін зат болғандықтан, бір ауыл өз халқы бірігіп, міне бір ауылдан бірнеше адам шықты, бір 100 адам шықты, ортақ ақша жинап, сол ауылдан келесі ауданға дейін баратын аралықта бір жолды салып қойса, енді сол өз ауылының келесі өзінің артындағы өскелең ұрпаққа сол жолды уақып етіп қалдырып кетеді ғой. Бірлесіп істей алады бұл сауапты. Бұл нәрсе яғни Алланың сауабы екен барлық адамға жетіп тұрады дейсіз ғой. Ал Машалла. енді сол жолды салу барысында қанша адам қандай еңбегін қосты, өзінің үлесін қосты, әр адам Алланың алдында иншалла сауабын алып отырады, өз үлесін. Бұл жол қашан қирап, қашан жоқ болып, адамдар қолданудан алып тастағанға дейін, ол жолдан әрбір жүрген адамнан ол сол жолды салуға себепші болған адамдарға сауабы ақырет күніне дейін үзілмей барып тұрады, иншалла. Бұл уақып дегеніміз, бұл адам өмірден өтіп кетсе де, артынан сол қиямет күніне дейін үзілмей сауабының барып тұратын бір амалдардың бірі ғой бұл уақып. Олай болса, Қанатсыз, осы қазіргі таңда енді шыны керек қой, енді Аллаға шүкір, еліміз өркендеп, көшелеріміз гүлденіп,
әсіресе алыс жерімізді жақындатып, кейбір шыны керек былай айтқанда тау тастың арасындағы ауылға дейін жол салып жатыр. Осы жол салуда бір әдебі, оның былай айтқанда ниеті, оның бір шыны керек адам баласына өзіне бір сүйсіндіретін бір пайдаларын айтып жіберсеңіз. Жалпы енді жол салу бұл елді мекендердің арасын байланыстыратын үлкен нысан жол дегеніміз. Ол жолмен адам да өтеді, ол жолмен жаңағы көлік те өтеді. Елге, халыққа, жерге өзінің пайдасын тигізеді. Қарап отырсаңыз, бір жол салынады дағы, сол жолдың бойына дүкен де салынып жатады, сол жолдың бойына жаңағы неше түрлі инфраструктура салынып жатады. Сөйтіп қарап отырсаңыз, сол жолдың өзі кейде елге, халыққа кірісін келтіріп отырады, пайдасын тигізіп отырады. Сондықтан да бұл жол деген бұл бейжай қарайтын мәселе емес, ол үлкен дүние. Шариғаттың да жаңағыдай садақа, жария садақа ұғымына кіріп тұр. Есет ұстаз айтқандай, уақып тақырыбына да кіріп тұр. Сондықтан да бұл жол салу деген үлкен мән мағынасы бар дүние екенін біз ұмытпауымыз керек. Хазірет Омар радиаллаху анху ең алғашында Хайбар деген бір шайқас болады. Сол шайқаста олжа ретінде үлкен бір жер телімі бұл кісінің еншісіне беріледі екен, құрма бағы. Сонда сол жерге байланысты пайғамбар алейхиссалату вассаламмен ақылдасып, Алланың елшісі, бұндай байлыққа мен бұдан алдын ешқандай иелік етпегем, осыған байланысты не жасауымды бұйырасыз деп кеңес сұраған кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, сен бұл жаңағы жерді сауабы жалғасымды ретінде Алла жолында атап қой, уақып етіп қой деп пайғамбар айтқан екен дейді. Сонда бұл уақып деген дүниенің мынау мазмұнында бұл уақып деген мұрагерлердің арасында жаңағыдай неге бөліске салынбайды екен, бөліске түспейді екен. Мысалы ертең біреу мысалы жол салды, болмаса біреу үлкен нысан салды, аурухана салды деген сияқты. Ертеңгіні ол кісі бірақ не істейді? Оны жаңағы мемлекетке беріп қою мүмкін, болмаса халықтың игілігіне беріп қою мүмкін да. Ал ертеңгі күні бұл кісі қайтыс болған кезде басқа да дүниелерімен бірге әлгі салған нысан бөліске салынбайды екен, түспейді. Уақып деген міне сол, уақып деген байлап қою деген мағына береді, тоқтатып қою деген сөз да. Меншігі тек бір Алланікі ғана болып есептеледі. Енді мына заң тұрғысынан алған кезде мына мешіттерде жалпы Алланың үйі деп айтамыз, бірақ меншік иесі белгілі деңгейде жаңағы құжат тұрғысынан алған кезде меншік иесі болу керек қой. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл мешіттердің жаңағы иелігі муфтиятқа қарайды. Сондықтан да ал бірақ түптеп келген кезде бұл Алланың үйі деп айтып жатамыз ғой. Сол сияқты кез келген нысан халықтың, елдің игілігіне жарайтын болса, бұл уақып болып есептеледі екен. Жылжымайтын мүлік. Машалла. Енді жаңағы мен айтайын дегенім мынау сауапты істі, енді жол, біз енді қазақ шынымен де қарасаң жол салу сауап деп айтқан ғой. Қазір енді қарасаңыз кейде бір жолдардың сапасы сын көтермей, былай айтқанда жаңағы тиісті нәрселер істелінбей жатады. Соны бір жол салатын адамдардың былай айтқанда осы нәрсені ұғыну үшін қандай нәрсені ескерген дұрыс? Бұл жерде енді мына шариғатта жолдың әдебі деген түсінік бар. Жол әдебі деген. Күндердің күнінде Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сахабаларына айтқан екен. Былай деп айтады: "Иякумул джулуса фит туруқат". Мынау жолдарда отырудан сақ болыңдар дейді. Содан сахабалар айтады: "Алланың елшісі, біз неге жолда отырмаймыз? Әңгімелесіп, өз мәселелерімізді шешіп отырамыз, әңгімелесіп отырамыз." деген кезде, егер жолда отырмауға мүмкін болмаса дейді, онда жолдың әдебін сақтаңдар дейді. Алланың елшісі жолдың әдебі не деп сұраса, пайғамбар алейхиссалату вассалам былай жауап берген екен: жолдың әдебі дейді, біріншісі көзді сақтау, арам нәрсеге қарамау дейді. Екіншісі дейді, жолдағы кедергі болатын нәрсені алып тастау дейді. Үшіншісі сәлем беріп, сәлемге жауап қайтару дейді. Үшіншісі жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю дейді. Енді қарап отырсақ, осы жерде мынау біздің тақырыбымызға қатысты болған мәселе бұл жолдағы кедергіні алып тастау. Себебі Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, мынау маған мұсылмандардың амалдары көрсетілді дейді. Сонда қиямет қайымда бұлардың
сауабы жағынан көп амалдардың бірі ретінде мына жолда жатқан кедергі болған затты, тасты, тікенді болмаса тағы басқа зиян нәрсені алып тастау бұл өте сауапты іс екенін мен соны көрдім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сондықтан да жолдың бойындағы жаңағы шоқалақ, орысша айтқан кезде кочки дейді ғой, қазақша шоқалақ дейді. Мысалы қазір мысалы кейбір ауылдарға барған кезде байқайсыз, жол жөнекей жаңағыдай шоқалақтардың көп болғанынан анау қаншама көліктер зардап шегеді. Дөңгелегі, оның жаңағы ходовкасы зардап шегіп жатады, мысалы қарап отырсақ. Бұның бәрі сол жолдың сапасыз салынғандығына байланысты. Ал енді демек жол салушы жаңағы медігер компания сапалы қылып салу керек қой. Енді көп жағдайда біз енді жол салған кезде адамдар қайырымдылық жасап жол салмайды. Мемлекет қаражат бөледі, сол мемлекеттің бөлген қаражатын мердігер бір компания алып, соны не істейді, игереді, жол салады. Ал бірақ қарап отырсақ кейде жолдар сын көтермей жатады да. Сондықтан да елдің, халықтың қаражатына салынып жатқан бұл жол болғаннан кейін ол жол ерекше сапалы болу керек қой. Соған мән беру керек. Енді қараңыз, ол жерде бірінші өзінің еңбек ақысын алса, екінші сауапталады ғой, өйткені қаншама адам қолданыста болады. Ол шыны керек жол деген былай қарап тұрсаңыз, жақсы айттыңыздар өздеріңіз, бүкіл сауапқа жетелейтін нәрсе. Сондықтан ол жолда. Енді Есет бауырым, енді шынымен де қарап отырсақ, мына жол тақырыбы шынымен де қарасаңыз, уақыт дейміз, садақа дейміз, әйтеуір жалғасып отыратын нәрсе дейміз. Енді мынау өзіңіз мысалы қазіргі таңдағы былай айтқанда бір садақа істейтін адамдарға егер бір өсиет етсеңіз, не уақып етуді өсиет етер? Енді уақыптың түрі өте көп, бірақ қазіргі таңда енді көп ауылдардағы қиындықтың бірі, жаңа Қанат ұстазымыз айтқандай, ауылдың жолдары сын көтермейді ғой. Сол бір ауылға барып, бір 10 километр, 20 километр болса да, сол ауылдың жолын жөндеп, бір кем кетіген жаңағыдай шұқалақтарын толтырып, әдемілеп берсе, оның өзі сол ауыл үшін үлкен сауап іс болар еді. Дұрыс айтасыз, мынау қазір ауылдарда бір жақсы үрдістер бар екен. Мынау мысалы 5 жылдық дейді, 10 жылдық дейді, 15 жылдық, 20 жылдық мектеп бітіріп кеткендер, мынау ауылда не нәрсе сын көтермейді, сол жағына қарата кішкене атсалысып отыр. Бұның бәрі ана жастардың түйсігінде артта ізгі амал қалсын, сауап қалсын дегеннің бір жемісі деп ойлаймын. Ұстаз, енді мынау шынымен де қарап тұрсаңыз, мынау адам баласы екі дүниесінде ойлау керек, шынымен де, өйткені бұл дүниемен адам баласы шектеліп қалмайды, ертең ақыретіміз бар. Ал ақыретте Аллах Тағала қабыл ету үшін бұл амалдар қандай ниетпен салыну керек, мысалы? Андай атақ даңқ емес деген сияқты. Иә, әлбетте кез келген амалды жасаған кезде мейлі ақысына жасаса да, бірақ сапалы қылып жасайтын болса, сол жасаған ісінің қаражатын алумен қатар, оның сауабына да кенеліп жатады ғой адам баласы, көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл жерде мен тек қана ақшаны алдым, болды, жұмысымды істедім, бітті осымен деп, олай мәселеге, олай шике қарамау керек екен да. Жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, мынау ауыл жерлердегі жаңа мектеп бітірген түлектердің қанша жыл өтсе де өз ауылдарына жаңағы өз үлестерін қосуға атсалысатындары ол айдан анық. Кәдімгі бұл дәстүрге айналып кетті ғой, қарап отырсақ. Аллаға мың да бір шүкір. Иә, енді мына бір ақын бауырымыз айтқан екен, адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайының тері де таму керек деп айтыпты. Сонда демек сізбенен біз қай ауылдан шыққан болсақ та, сол ауылға өзіміздің үлесімізді қосып жатсақ, ол қандай керемет нәрсе. Енді мынандай да сұрақ туындайды, мысалы, мынау мешіт көп салып жатсыңдар, мешіт көбейіп кетті деп жаңағы айтып жатады да. Енді бұл жерде біз жалпы мешітті салатын бірінші кезекте бұл халық қой, елі ғой. Ал басқа мысалы мектеп, болмаса университет, оқу орындарды салатын көп жағдайда ол мемлекет, өкімет салады. Өкіметтің қаражатына салынады. Ал мешіт ол халықтың қаражатымен салынып жатқан дүние. Енді бұл жерде мына нәрсені қарау керек. Әлбетте біз имамдар келіп тұрған кәсіпкерге біз жаңағыдай аурухана салам десе, сен аурухана салма, сен мешіт сал деп айтпаймыз. Немесе жаңағыдай мен жаңағыдай жол салайын деп едім десе, сен жол салма, сен медресе сал деп бүйтіп айтпаймыз ғой. Ол өз ниетімен келеді. Мен мешіт салайын деп едім, сауабы жаңа сол атама тисін деген деп ниетпен келіп отырды. Бұл жерде біз мына нәрсеге қарауымыз керек. Егер шынымен де ол мешіт салам деген азамат қай ауылға салам десе, сол ауылда расымен де мешіт болмаса, немесе мешіт өте аз болса,
жаңағы халық анау мешітке қажеттілік туындаса. толып кетіп жатыр, мына жақта сыймай жатыр, енді тағы да мешіт керек болып жатқан жағдай болса түсінікті. Ондай кезде иә мешіт салған дұрыс болады, сауапты болады деп айтармыз. Ал бірақ бір ауылда мешіт бар, сол ауылдың басқа бір тұрғыны мен мына жақта тағы бір мешіт салам деп жатқан болса, ол кісілерге жаңағыдай бағыт бағдар берген дұрыс болады. Тоқтаңыз, мешіт бар ауылда, мына мешіттің өзін толтырып алайық жамағатқа. Мына мешіттің жаңағы қажеттерін әлі өтей алмай жатырмыз, қарызы бар, болмаса жаңағы имамның жалақысы әлі шешілмеген. Сіз басқа жағынан көмектесіңіз. Қараңызшы, мына ауылға келетін жол, кіріп келген жолымыз сын көтермейді. Осы жолды неге салмасқа? Көпір неге салмасқа? Иә, мына пәлен жерде көпір жетпей жатыр. Адамдар мына өзеннен өту үшін анау жақтан айналып өтіп жатыр. Мына жерге бір жақсылап тұрып көпір салып берсеңіз жақсы болады ғой деп. Мысалы, сондай бағыт бағдар бергеніміз дұрыс болады екен. Сондықтан да бұл елге негізінде көпір де керек, бұл елге жол да керек, бұл елге мешіт те керек, бұл елге аурухана да керек, барлығы керек. Сондықтан да бір нәрсемен ғана шектеліп қалған әлбетте ол дұрыс түсінік емес деп есептейміз. Мынау өзімізден Шығыс Қазақстанда бір ауылымыз бар. Ортада жол да жоқ, көпір де жоқ. Су арқылы немен қайықпен, кемемен өтеді. Машинелерін, жүк көліктерін, автобустарын бәрін сол кемеге салып алады үлкен. Сонымен қысы жазы өтеді. Ал енді қыстың күндері мұз қатқан кезде кейбір адамдар асыққаннан сол мұздың үстімен машинамен жүріп кетеді екен. Кейде сол ойылып машинасымен суға батып жатады екен адамдар, қаншама қиналып. Қарасаң, енді сол бір ауылға алып баратын жолдың жоқтығынан қаншама ел қиналып жүрді былайша айтқанда. Ал енді сол жерге бір кісі барып жол салып берсе, көпір салып берсе ана судың үстіне, өз қаражатын сол жерге салса, мысалы қанша бір 3-4 мешіт салуға кеткен қаражат сол жерге жұмсап, бір үлкен көпір салып берсе, ана жақтан қаншама 10 мыңдаған, 20 мыңдаған ел халықтың сауабын алып отыра береді. Солар әрі өткен сайын соған рахметін айтып, бір өтереді, мына жол салған адамның атасына рахмет деген сияқты. Осының арқасында қанша адам өлімнен қалды, қанша адам зияннан аман қалды. Міне қазір аман есен, еш қиналмай, ешкімге тәуелді болмай, тегін жолмен жүріп өтіп жүрміз деген сияқты бәрі рахметін айтып жүреді. Кейде біз атам қазақта айтқан ғой жаңағы, атадан балаға мал қалғанша тал қалсын деп. Қазіргі таңда мысалға қаншама аталарымыз дүниеден өтіп кетті. Бірақ кезінде әйтеуір біреу қойшы болды, біреу егінші болып бір тал ексе, әлі күнге дейін бір жердің атауын берсе, соның талының атымен береді. Мысалға ана Күншібек тал деген сияқты, болмаса ана Есет тал деген сияқты сондай талмен алды. Ал олай болса, құрметті көрермендер, арнайы келген ұстаздарымызға рахмет айтып, шынымен де қарап отырсақ, мына жолдың сауабы да, халыққа берер пайдасы да, қажеттілігі де маңызды екен. Мына дінімізде де шынымен де қарап тұрсақ, садақатун жарияның ішіне кіріп, адам баласы өлгеннен кейін артынан уақып етіліп, еселеп сауап барып тұратын амалдардың бірі осы жол салу екен. Енді ұстаз, сізге арнайы алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Есет бауырым, сізге де рахмет. Еліміздің шынымен де қарасаңыз, осындай уақып ететін, садақа жария жасап, жолды өте шыны керек сапалы салатын азаматтары көп болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын.